Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 8-ші сынып физикасының 13-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы заттың агрегаттық күйлері, қатты денелердің балқуы және қатаюы. Балқу және қатаю температурасы. Сіздер негізі өте жақсы білесіздер. Табиғатта заттар негізінен 3 агрегаттық күйде кездеседі. Олар қатты, сұйық және газ. Олардың бір-бірінен негізгі айырмашылығы ішіндегі майда бөлшектердің өзара орналасуына байланысты. Мысалы үшін, қатты заттың құрамындағы бөлшектер бір-біріне өзара жақын орналасқан. Және олар тек қана жай ғана тербеліп тұрады. Соған байланысты қатты зат өзінің көлемін және пішінін сақтайды. Сұйық заттарға келетін болсақ, олардың құрамындағы бөлшектердің барлығы бір-біріне жақын орналасқан, дегенмен қатты заттан бұл жерде айырмашылығы, бұл жерде бөлшектер үнемі қозғалысқа келіп отырады. Яғни бір-бірімен қандай да тартылыс күші бар, бірақ олар өз орнын сақтамайды. Соған байланысты сұйық зат өзінің көлемін сақтағанмен пішінін сақтай алмайды. Яғни қандай ыдысқа құйсаңыздар да сол ыдыстың пішініне келіп отырады. Газ тектес заттардың құрылысына келетін болсақ, олардың құрамындағы майда бөлшектер бір-бірінен өзара алыс орналасқан. Яғни, ол бөлшектердің бір-біріне қашықтығы өздерінің өлшемдеріне қарағанда өте үлкен. Сол себепті газ тектес заттар өздерінің көлемін және пішінін сақтамайды. Олар қандай да болсын, көлемнің барлығын үнемі алып отырады. Затты бір агрегаттық күйден екінші күйге көшіру үшін оған не энергия беру керек, не болмаса одан энергияны алу қажет. Сонымен, егер біз денеге энергияны бере отырсақ, онда ол қатты күйден сұйық күйге көшуі мүмкін. Мысалы үшін, алдарыңызда кішкентай мұз кесегі берілген, яғни мұз ол судың қатты күйі болып табылады. Мұзға біз қандай да бір энергия беретін болсақ, сырттан бір отын көзі арқылы, онда мұз еріп, сұйық күйге айнала бастайды. Яғни, біз заттың қатты күйден сұйық күйге айналу процесін біз балқу деп атаймыз. Ал заттың балқуы кезіндегі температурасы заттың балқу температурасы болып табылады. Ал мұз үшін балқу температурасы 0 градус Цельсий шкаласы бойынша. Керісінше, біз сұйық заттардың энергиясын алу арқылы оны қатты түрге ауыстыруымызға болады. Мысалы үшін, біз сұйық суды мұздатқышқа салып қоятын болсақ, ол жерде біз судың энергиясын аламыз, және су бірте-бірте мұзға айнала бастайды. Яғни сұйық дене қатты күйге көше бастайды. Заттың сұйық күйден қатты күйге айналу процесін біз қатаю немесе кристалдану деп атаймыз. Заттың қатаятын температурасы қатаю немесе кристалдану температурасы деп аталады. Зат қай температурада балқыса, сол температурада қатаяды. Біз қарастырып отырған мысалдар бойынша, мұздың балқып суға айналу температурасы 0 градус Цельсийді құрайтын болса, керісінше судың кристалданып мұзға айналу құбылысы да 0 градус Цельсий температурада орындалады екен. Демек, бұл жерде жаңа айтқан анықтамамыз, дененің қатаю температурасы оның балқу температурасына тең болады екен.